Ассаламағалейкум. Washington Post және Американың Radio Free Asia-сіндегі жазылған бүгінгі соңғы жаңалықты қысқаша жеткізейік. Америка штаттары қазір Қытай билігінен коронавирустың кесірінен туындаған барлық зардаптарды экономикалық тұрғыдан төлеуді талап етіп жатыр. Және Дональд Трамп Американың осы төлем талап қылған штаттарына байланысты өзінің қолдайтындығын ашық айтып отыр. Халыққа түсініксіздеу, бірақ былайғы экономистерге және заңгерлерге түсінікті бір құбылыс бар. Ол Америкадағы заң. Ол заң Америкадағы шетелдің үкіметтері қойған барлық нәрселер әдетте мұздатылмайды, немесе төлем ретінде қарастырылмайды. Әсіресе Америка мемлекеті мойындаған, немесе дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан мемлекеттердің үкіметтері, немесе партиялар, немесе басқа да саяси ұйымдарының жылжитын және жылжымайтын мүліктері және қаржылары кәдімгі Американың сотында төлем ретінде қарастырылудан құтқарылған. Енді Америка осы Қытайдың тұтас Америка еліндегі барлық сатып алған жылжымайтын мүліктері, жылжитын мүліктері, құнды қағаздары, немесе банктері, немесе сақтап отырған Америка банктерінде сақтап отырған ақшаларын Америка үкіметі заң бойынша оны Қытайдың коронавирусты таратуынан болған зиян ретінде өзінде ұстап алып қала алмайды. Трамп қаншама мәрте Қытайдан төлем талап қылу мәселесін көтергенімен, Американың соты бұл мәселені әлі де заңдық тұрғыдан шеше алмай отыр. Міне батыс демократиясының таңғажайып тұсы да осы. Әдетте біздің түсінігімізде құдіретті мемлекет, құдіретті билік ол айтқанын орындайды. Бірақ Америка дейтін мемлекетте, мемлекет құрылғаннан берлі конституция ешқашан өзгерген жоқ. Олардың конституциясында үлкен өзгерістер болған емес. Қағазға қалай жазылды, міне солай атқарылып келеді. Тіпті Америка дейтін мемлекетті жер бетіне алып келген сол замандағы джентльмендердің бірі және бірегей болған Джордж Вашингтонның өзі, сіз осы мемлекетті құрушысыз ғой. Сіз ары қарай тағы бір мәрте немесе өмір бойына президент болсаңызшы, сіз осы мемлекетті әп-әдемі жүргіздіңіз деген барлық сенаторлардың талабын тойтарды. Себебі ол айтты, заңды өзім жазып, өзім бұзсам, онда бұл мемлекетте болашақ болмайды деді. Сол Джордж Вашингтонның өзі небәрі 2 мәрте сайланды да, ары қарай сайлауға түскен жоқ. Американың заңы бойынша президент небәрі 4 жыл қызмет атқарады, ары қарай 1 рет сайлауға қатысады, ары қарай басы алтын бір жері күміс болса да 2 мәртеден артық сайланбайды. Сол Америкадағы заңға деген шексіз құрмет, міне қазір Қытайдан коронавирустың зардабына байланысты төлем талап қылу мәселесінде де Американың өзінің заңы өзінің қолына кедергі болып отыр. Осы мәселені енді Дональд Трамп осы күні кешегі өзінің твиттерінде және басқа журналистермен болған сұхбатында ашық айтып отыр. Біздің керемет тәсіліміз бар дейді. Енді бұл мәселені қалай керемет тәсілім бар екендігін соңғы кезде кейбір батыстық сарапшылардың айтуынша, Қытай мен Жапония Американың мемлекеттік заем, яғни мемлекеттік қарыз, құнды қағаздарын сатып алушы дүниедегі бірінші және екінші мемлекет. Американың мемлекеті таратқан құнды қағаздар, яғни заемдар, мемлекеттік қарыздарды сатып алудан Қытай әлем бойынша бірінші, Жапония екінші. Дәл қазір Қытайдың қолында 1 триллион доллардан артық Американың мемлекеттік заемы тұр, мемлекеттік қарыз, құнды қағазы тұр. Енді осы мәселе бойынша Америка билігі ресми түрде Қытай билігінен осы коронавирустың кесірінен бүкіл күйреген бизнестер үшін тоқтап қалған ауа саласы, темір жол, теңіз тасымалы, күйреген өнеркәсіп, өндіріс, бүкіл адами және басқа да осы факторлардан туындайтын барлық экономикалық зардаптар, жеке тұлғалардың өліміне, олардың отбасына келген шығындардың барлығын есептеп, осы Қытай үкіметі сатып алып отырған Американың мемлекеттік заемдарын Қытай билігі болды оны қарыз есебінде қарастырмасын деген қатаң талапты қою бек мүмкін деп отыр. Егер алда-жалда Қытайдың Америкадан сатып алған қарызын Америка үкіметі қайтаруға міндетті емеспіз деген заң шыға қалған жағдайда, онда бұл жаңағы иелік құқына ие мемлекеттердің мүлкін Америка сотының қарастырмайтындығы туралы заңдан аттап өте алады деген сөз. Демек, Қытай билігі дәл қазір Американың алдында қалай болмасын ырықсыз халде тұр.
Бұл осыдан шамасы бір ай бұрын біздің лекциямызда да айтқандай, Қазақстанның үкіметі Қытайдан алған қисапсыз қарызды бізде төлеуді талап қылу арқылы, егер сендер біздің Қазақстан халқына келтірген барлық экономикалық зардаптарыңды, біздің өнеркәсібімізге, өндірісімізге, тұрмысымызға және азаматтарымыздың өліміне себепші болған барлық келтірген зардаптарыңды, зияндарыңды біз сендердің қарыздарының мәлім бөлігін қайтармау арқылы біз соны жаңағы шығын есебіне төлем ретінде алып қаламыз деу арқылы бізде Қытайдың мәлім кейбір қарыздарынан құтыла алатын сияқтымыз. Яғни Америка осы жолға бара жатыр. Бұл дәл қазір Германия талап қылды қарызды, Англия талап қылды қарызды, дәл қазір Индия талап қылып отыр, Египет талап қылып отыр, ал Америкамен ілесе отырып, қазір Аустралияның өзі Қытайдан осы коронавирустың келтірген зардабы бойынша төлемді ашық талап қылып отыр. Яғни дүние жүзіндегі қазіргі барлық елдер осы Қытайдың коронавирусты таратқанда 100% сенімді, және оны қолдан жасаған биологиялық қару екеніне 100% сенімді. Осы күні кеше ғана әлемге әйгілі Бескөз ұйымы да осы коронавирус мәселесін тексеруге кіріскенін айттық. Ал Бескөз ұйымының қандай ұйым екендігін біз бұдан бұрынғы лекцияларымызда айтқан болатынбыз. Демек, Қытай тығырыққа тірелді. Мәлім деңгейден алғанда, Қытай билігінің осы коронавирусты таратуына екінші бір тұрғыдан Трамптың Қытайға ашқан сауда соғысы да себеп. Яғни Ши Цзиньпин мемлекет ішінде шексіз билікті қолына алды. Айналасындағы барлық адамдардың түрмеге тоғытты. Тіпті бір өзінде бүкіл партияның, мемлекеттің, әскердің, яғни армияның ең құдіретті жаңа күшінің, құқының барлығын өз қолына жинақтап алды. Оның айналасында түрмеге отырмаған адам қалмады. Яғни кез келген уақытта Ши Цзиньпинмен бүгін түсте бірге түстеніп отырып, кеште түрмеге тоғытылып кетуі мүмкін болған Қытайдың барлық жоғары лауазымды тұлғалары тек қана Ши Цзиньпиннің жеке басына шексіз итағатпен ғана аман қалады. Және Ши Цзиньпиннің шексіз дара билеушілігіне қауіп төндіретін кез келген адам кез келген уақытта тұтқындалады. Сондықтан да Ши Цзиньпинге жер бетінде өте қатты келген бірден бір басшы Трамп, бірден бір мемлекет Америка сауда соғысында Қытайға бір жолда 200 миллиард, тағы бір жолда 260 миллиард, одан кейін 200 миллиард жаңа кеден салығын салу арқылы Қытайды экономикалық тұрғыдан барлық жағынан тығырыққа тірегенде, барар жер басар тауы қалмаған Қытай биологиялық қарумен бүкіл адамзатты міне өстіп әбігерге сап үлкен шығынға ұшыратып отыр. Енді алда жалда тағы да осы Трамптың осы әдісіменен егер Қытайдан жаңа 1 триллион доллар, яғни 1000 миллиард доллар, миллиардтан 1000-ы бар, осы мемлекеттік қарызды сендер кешірім етесіңдер, яғни Америка сендерге 1 триллион доллар қарыз емес деген жағдайда, онда бұл да Ши Цзиньпин үшін алған кезде үлкен соққы болады. Яғни Ши Цзиньпиннің айналасындағы командасы немесе шетел ақпаратын көре алатын шетелдегі барлық қызметкерлері, тағы шетелде жұмыс істейтіндер, жастар, немесе Қытайдың интернетті қанша құрсаулағанына қарамастан шетел ақпаратын көріп отыра алатын зиялыларының барлығының алдында Ши Цзиньпиннің бет-беделі түседі. Демек, ол кезде онда коронавирус ойыншық болып, бұдан да сұмдық вирусты әлемге Қытай компартиясы тарату бек мүмкін. Яғни Америка мен Қытайдың ортасындағы осы соғыс, басындағы сауда соғыс, артына келгендегі вирус соғысы, яғни бактерия соғысы, түптің түбі бүкіл адамзаттық деңгейдегі үлкен соғысқа, үлкен апатқа ұластыруы бек мүмкін. Не Трамп құлайды, не Ши Цзиньпин құлайды. Оны алдағы уақыт көрсетеді. Яғни екі алпауыттың ортасындағы қақтығыстан бүкіл адамзат зиян шегіп отырмыз. Сау болыңыздар, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы.